Байлықтың екі түрі болады. Бірі материалдық, екіншісі рухани. Кезінде рухани бай адамды дәулетті деп атаған. Ілім білім, ақыл парасат байлық арқылы келеді. Мысалы, атақты Құнанбай малы болған соң Абайды оқытты. Оның шығармашылықпен еркін айналысу үшін інісі Оспан да барын аямаған. Міне содан Абай атанды. Халқына баға жетпес мұра қалдырды. Ал жоқшылықтың азабын тартқан, қарны аш адамның хайуанға айналатыны белгілі емес пе? Өйткені қу тамақты ғана ойлайтын, өзі аш-жалаңаш адамнан не күтуге болады? Онда қандай сана сезім болады? Кезіндегі байлар осыны жақсы түсінген. Олар өз руының жағдайын жасай отырып, тепе-теңдікті ұстап отырған. Абай сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі мал деген. Адам мінезінің көркемдігі, жомарттығы, пейілінің кеңдігі барлығы байлықтан, яғни байлық адамның көңілін тойдырады. Ал көңілі тоқ адам айналасына шапағат, нұр төгуге әзір болады. Қазақ жемесең де май жақсы, бермесе де бай жақсы деген бір ғана